Достар, Орал және Атырау қалаларын толықтай су басып кету қаупі бар. Бірақ көп адамдар түсінбей жатыр, су қайдан келе жатыр? Қай жақтан келген топан су? Мен түсіндіре кетейін, толықтай тыңдап шығыңыздар. Бұл су Ресейден келіп жатыр. Ресейде Гуглдан іздесеңіздер болады. Ириклинский водохранилище деген өте үлкен су қоймасы бар. Ол Ресейдегі ең алып су қоймаларына жатады. Оған 8 жыл бойы тоқтамай суды толтырған және жыл сайын толтырып отырады. Ириклинский водохранилищеден шыққан су Урал өзеніне келіп ағызады. Ол Орскқа келеді, Орстан Оренбургқа, Оренбургтан Оралға, Оралдан Атырауға және Атыраудан Каспийге келіп құяды. Яғни Каспий теңізін толтырып отқан өзендердің бірі ол Жайық. Осы жылы Ириклинский водохранилище шектен тыс толса керек, су қоймасынан Урал өзеніне өте көп су ағызып жатыр. Ағызбаса да болмайды, қоймаға су шектен тыс жиналып, Құдай сақтасын жарылса, өте үлкен проблема алып келуі мүмкін. Сондықтан да суды көп мөлшерде ағызып жатыр. Ресей әдейі істеп жатыр деуде қате шығар, себебі тасқын су өздерінің де қалаларын шайып кетіп, өте үлкен зардап шегіп отыр. Это не шутки. Уходите сами, забирайте документы. Срочно покинуть свои дома призывают жителей Кургана и Оренбурга. Уровень воды в реках стремительно растет, пик паводка еще впереди. Енді Орск пен Оренбургты басып алған су Орал қаласына келе жатыр. Енді жыл сайын ағызатын суға қауіп неде десеңіздер, 1942 жылы Орал қаласын толықтай су басып алған болатын, сол Жайықтың суы. Ол кезде Оралға келген судың деңгейі 9 метр болған. Ал қазір бүгін таңертең Оренбургты басып алған судың деңгейі 11 метр 25 сантиметр. Тойс 42 жылғы су тасқыннан да қауіп өте жоғары болып тұр. Сондықтан да бүкіл Қазақстан уайымдап, қала-қаладан, Алматыдан спецтехникалар жіберіп, бүкіл волонтерлар келіп, Орал Атырау қаласында көмек беріп жатыр. Сондықтан да бауырлар, бей-жай қарамаңыздар. Маяхата с краю менің үйіме су келмеді деп жатудың қажеті жоқ. Және қатты паникаға да берілуге болмайды. Су келмесе де қауіпсіздік шараларын жасау керексіздер. Қазір үлкен қауіп Орал мен Атырау қалаларына төніп тұр. Су бірінші Орал қаласына өтетін болғандықтан экранға ең қауіпті аймақтардың тізімін шығарамын. Сіздер срочно эвакуацион пунктқа барыңыздар. Ал жалпы Орал мен Атырау қалаларының тұрғындары экстренный сөмкелеріңізге документ және тағы басқа ең керекті заттарыңызды салып дайындап қойыңыздар. Құдай сақтасын, бірақ тарихты қарасақ, бұдан да аз су келіп, Орал мен Атырау қалаларын шайған болатын. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ. Алла сақтасын, дұғада болайық. Бұл видеоны жан-жаққа таратып қойыңыздар, репост жасаңыздар. Қандай қауіп келе жатқанын халық білсін. Мүмкін сіздің септігіңізбен бір адам топан судан аман қалар.